мамашке жаман ренжіп қалдым ше. Дұрыс па? Кеше телефонмен сөйлесіп жатыр да. Рахаттың бәрін қыздан көреді екенсің. Ана қыз мынандай, мына қыз мынандай деп бәрін мақтап отыр. Мен бір ауыз айтайын демейді ғой. Енді әпкелерің сыйлық беріп, анаңды риза қылған шығар. Сен де сыйлық беріп ризашылық. Ой, не беремін мен. Бәрін сол әпкелерім әперіп қойған ғой. Мен саған бір идея айтайын ба? Қандай идея? Мамашың жасы келіп қалған дұрыс па? Үлкен кісілердің 80-90% аяғы барады. Өткенде мен анама сыйлық апарып бердім. Күніге рахметін айтады. Күніге звондайды ше. Қандай сыйлық? Бірақ сен оны әпермейтін сияқтысың. О, айтшы қандай сыйлық әперемін. Точно әпересің ғой, иә? Қаздың компаниясынан аяқ массажер алып бердім. Ол бар ғой, қан айналымы реттейді. Буын ауру, артрозға ем ғой, білесің ба? Қазір ол компанияда бар ғой, керемет жеңілдік болып жатыр. Кепілдігі бар, үйге дейін жеткізіп береді. Ендігі ай бар ғой, умыра ойнатады. Білесің ба, сыйлыққа не береді? Екі массажер мен химчистка қосып береді қазір. Хош, зор ғой, массажер алсам, умыраны жеңіп алсақ, екеуі де бар екен ғой, осыны әперемін ғой. Сіздер де аналарыңызға аяқ массажерін алғыларыңыз келетін болса, подробный батырмасын басын.